Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? 3-ші сыныптың математика сабағы 111-ші сабақ. Бірінші жаттығудан 7-ші жаттығуға дейін бірге орындаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жазбаша түрде қалдықпен бөлу. Бірінші тапсырма: сен жазбаша түрде қалдықпен бөлу алгоритмін қолдануды үйренесің. Ғарышты зерттеушілер. Қалдықпен бөлуді орында барлық қалдықтардың көбейтіндісін тап. Сонда сен Галилей не ойлап тапқанын білесің. Бірінші қалдықпен бөлуді орындайтын боламыз. Бұл жерде 6 мен 3-тің бөлінгісі 8-ге тең 2 қалдық қалады. 38 мен 5-тің бөлінгісі 7-ге тең 3 қалдық қалады. 28 мен 6-тың бөлінгісі 4-ге тең 4 қалдық қалады. Енді қалдықтары бір-біріне көбейтетін болсақ, 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6-ға тең, 6 мен 4-тің көбейтіндісі 24-ге тең. Бұл жерде 24-ге тең телескоп, яғни Галилейдің ойлап тапқаны телескоп екен. Келесі тапсырмада қалдықпен бөлуді қалай орындалғанына қара. Жазбаша түрде қалдықпен бөлу алгоритмін үйреніп аламыз. Бірінші 467-ні жазамын. Бөлінгіш бізде 467, бөлгіш 4. Бірінші толымсыз бөлінгіш 4 жүздік, бөлімінде 3 цифр жүздік ондық бірлік болады. Жүздіктерге бөлемін, 4-тің ішінде 4 бір рет бар. Бөлімдегі бір санын жазамын. Ондықтарды бөлемін, ондықтардың ішінде 6, 6-ның ішінде 4 бір рет бар. Бөлімдегі бір санын жазамын. Қанша ондық бөлініп, тағы қанша қалғанын тексеремін. 6 мен 4-тің айырмасы 2-ге тең 2 ондық қалды. 2 кем 4-тен бірлік қасына түсіремін. 27. 27-ның ішінде 4 бізде 6 рет бар. 6-ны 4-ке көбейткен кезде 24-ге тең 3 қалдық қалады. Сонда жауабын оқимыз. 216 мен 216 3 қалдық қалады. Келесі 281 мен 2-нің бөлінгісінде бөлінгіш 281, бөлгіш 2. Бірінші толымсыз бөлінгіш 2, 2 жүздік, бөлімдегі 3 цифр жүздік ондық бірлікке бөлемін. Жүздіктерді бөлемін, 2-нің ішінде 2 бір рет бар, бөлімдегі бір санын жазамын. Ондықтарды бөлемін, 8-дің ішінде 2 4 рет бар, бөлімдегі 4 санын жазамын. Бір саны 2 санына бір кіші болғандықтан онда 2-ден 0 рет кездеседі. Қанша бірлік бөлінгенін тексеремін. 1 мен 0-дің айырмасы 1-ге тең 1 қалдық. Бөлімдегі 0-ді жазамын. Жауабын оқимын. 141 қалдық қалады. Есептеудің дұрыстығын қалай тексеруге болатынын түсіндір, тексеруді орында дейді. Бұны көбейтумен тексеруімізге болады. Келесі тапсырма, 3-ші тапсырма қалдықпен бөлуді орында дейді. Қалдықпен бөлуді біздер орындап шығатын боламыз. 564 пен 5-тің бөлінгісі, бұл жерде бірінші толымсыз бөлінгіш 5, 5-тің ішінде 5 бір рет бар. 6-ны түсіреміз, 6-ның ішінде 5 бір рет бар. 1-ді 5-ге өтеміз, тексереміз 5. 6-дан 5 азайтқанда 1 қалады. 1 ондығының қасына жоғарыдан 4-ті түсіреміз. 14, 14-тің ішінде 5 2 рет бар. 2-ні 5-ге өтеміз 10. 14 пен 10-ның айырмасы 4 қалдық қалады. 937 мен 3-тің бөлінгісі, 9-дың ішінде 3 рет бар. 3-ті түсіреміз, 3-тің ішінде 3 бір рет бар. 7-ні түсіреміз, 7-дің ішінде 3 2 рет бар. 2-ні 3-ке көтеміз 6, 1 қалдық қалады. Міне қалған тапсырмаларды осылай орындап шығатын боламыз. 4-ші тапсырмада есепті шығар. Бір жыл ішінде расатханаға саяхатқа 369 оқушы келді. Бұл саяхатқа келген үлкендерге қарағанда 3 есе артық. Бір жыл ішінде расатханаға барлығы қанша саяхатшы болды? Бұл жерде жанама есеп. Оқушы бізде 369 келген, бұл 3 есе артық. Яғни үлкендер одан 3 есе аз келген. 369 3-ке бөлеміз, 123 болады. 123-ке 369 қосамыз, 492 болады. Барлығы 492 саяхатшы келген екен. Келесі ә бөлігін шығарамыз. Бұл жерде ә бөлігінде қысқаша жазбаны сұрақпен толықтырып есепті шығар дейді. Сұрақ қоямыз. Бұл жерде барлығы қанша адам екенін табу үшін сұрақ қойдық. Балалар 14 адам, 3 топ, ересектер 12 адам, 2 топ. 14 пен 3-тің көбейтіндісі 42-ге тең, 12 мен 2-нің көбейтіндісі 24-ге тең. Екеуін бір-біріне қосамыз, 66-ға тең. Барлығы 66 адам барған екен. Келесі 7-ші тапсырмада күрделі теңдеулер берілген, теңдеулерді шешетін боламыз. Бірінші теңдеу v-дан азайтамыз, 70 пен 3-тің көбейтіндісіне тең 345-ке. Бұл жерде ықшамдап аламыз, жай теңдеуге айналдырып, v азайту 210, 70 пен 3-тің көбейтіндісі 210-ға тең 345. Енді 345-ке 210-ды қосып, белгісіз санды тауып аламыз. 555-ке тең. 555-тен азайтамыз, 70 пен 3-тің көбейтіндісін тең 345-ке. 345 тең 345 деп көрсететін боламыз. Келесі а бөліп жақша ішіндегі 400 пен 360-тың айырмасына тең, ол 8-ге.
А бөлу 40 тең 8. Яны жақша үшін біздер азайтып алдық. 40-қа тең болды. Белгісіз сан аны табу үшін 8-і 40-қа көбейтеміз. А тең 320. 320-дан азайтамыз. Жақша ішіндегі 460-тың айырмасын тең 8-ге. 8 тең 8. Соңғы теңдеуде 45 бөлу 5 тең 45 пен 5-тің бөлінісін В-ға көбейткенде 900-ге тең. 45 пен 5-тің бөлінісін бөліп аламыз. 9 пен В-ның көбейтісі тең 900-ға. В-ны табу үшін 900-ды 9-ға бөлеміз. В тең 100-ге. 45 пен 5-тің бөлінісіне көбейтеміз 100-ді тең 900-ге. 900 тең 900 деп көрсететін боламыз. Келесі 6-шы тапсырмада есепті шығар деді. Есепті шығаратын болармыз. Бұл жерде ауданы 36 квадрат сантиметр, ені 4 сантиметр болатын тіктөртбұрыш сыз дейді. Оның периметрін тап дейді. 36-ны, яғни бізде ені белгілі болғандықтан 36-ны 4-ке бөліп біздер ұзындығын тауып аламыз. 36 мен 4-дің бөлісі 9-ға тең. Енді периметрін табуымызға болады. Ол үшін ұзындығын еніне қосып 2-ке көйтеміз. 9 мен 4-дің қосындысы 13-ке тең. 13-ті 2-ке көйткенде 26-ға тең. Периметр 26 сантиметрге тең. Енді осы 6-шы тапсырманың ә бөлігін орындайық. Ә бөлігінде ауданы дәл осындай шаршысыз, оның периметрін тап дейді. Яғни бізде ауданы 36 квадрат сантиметр. Шаршы болғандықтан оның бір ғана ұзындығы бар, ол А белгісіз сантиметр. Енді біздер 36 квадрат сантиметрге тең екі бірдей санның көбейтіндісін іздеу керекпіз. Бұл бізде екі бірдей санның көбейтіндісі 6 сантиметр. Яғни шаршының ұзындығы 6 сантиметр. Енді бұл жерде ұзындығын тауып алдық. Шаршының ұзындығын тапқаннан кейін периметрін табамыз. 4-ті 6-ға көбейтсек, шаршының бірдей 6-дан 4 қабырғасы бар ғой, соны 4-ке көбейтеміз. 6-ны 4-ке көбейтсек 24 сантиметр. Яғни шаршының периметрі 24 сантиметрға тең болады. Міне осы шаршы мен тіктөртбұрышты дәптерімізге жақсылап сызатын боламыз, көрсететін боламыз осылай. Келесі 7-ші тапсырмада заңдылықты анықта, тағы 3 сан жазып қатарды жалғастыр дейді. Бұл жерде заңдылықты анықтау үшін 101 мың, 111 мың, 121 мың арғай кете береді. 131 мың, 141 мың, 151 мың болып. Одан кейін 109 мың, 808 мың, 707 мың деп жалғастырамыз арқай. 606 мың, 505 мың, 404 мың деп заңдылық бойынша, яғни кему ретімен кетеді екінші қатарда. Міне осылай тапсырмаларды мұқият түсініп орындап алатын боламыз. Құрметті оқырмандар, біздің каналымызда сіздерге тапсырмаларды орындау ұнаған болса, каналға жазылып, подписаться батырмасын басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.